Мен өзім әрі ақын әрі батыр, қайда отыр ақын қыздар бермен шақыр ой жайлауға. Біздің арнамыздың архивінде бұл айтыс та бар. Көреміз бе? Сөзіне бұқарлардың құлақ түрер, көзіме көрінбей тұр Абылай хан дейсіз. Түх, мен айттым ба, мен Сіз айтқансыз ғой. Мен сақалым бар, басымда тақия, Айнұр да сол кезде, жиында ашық жүреді сол кезде бір оранып алып. Балымбек сіз келеді деп әлеуметтік желіде оқырмандарға кеше айтқан болатын түгінбіз. Және де Балымбек ағамызға қоятын сұрақтарыңыз болса, ішінен ең қызықтыларын іріктеп қоямыз деп уәде бергенбіз. Сұрақтар көп келді енді. Гүлзада Серікбаева деген апамыз: сәлем, Балғынбектің әзіл айтысын ұнатамын, орысша араластырып. Қыз бен жігіт айтысын жандырып жібереді. Сұрақ: осы кезге дейін қанша қызбен айтыстаған есінде қалса дейді. Есімде қалған жоқ, бірақ қанша қызбен айтысқаным есімде жоқ. Бірақ қыздармен көп айтыстым. Соның ішінде өзім айтысым сәтті шығатын Семейдің қыздары ғой енді. Айнұрмен көп айтыстым, Сарамен көп айтыстым, Әсем Ережемен айтыстым, Қарлығаш Әубәкіровамен де айтыстым. Бұлардың бәрі балдыздарым болды. Одан бөлек Шымкенттің қыздары бар. Шымкенттің баяғыда Айбек пен Мұхамеджан жекпе-жегі болған кезде Ақмарал екеумізді рекламная пауза деп айтасыңдар деп шығарған. Сол кезде де Ақмарал апамен бірінші рет айтысып, сол айтыс сәтті шықты деп ойлаймын. Елестеттің Ақмарал ей, хоры қызын жүгіртпеймін, болса да қолым ұзын, хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым, қанғалақтап суыңа түсе қойман, Құдайға шүкір істеп тұр торымызым, хайлайлым, хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Сен теңесен қыранға, мен теңейін ал жеңге. Сен қызғалдақ, мен шөңге. Сен толғаусың, мен терме. Сен мұражай, мен көрме. Сен аққу, мен дуадақ. Сен көлдесің, мен шөлде. Мен есікте, сен төрде. Сен валюта, мен теңге. Бүгін бармын білмеймін, жетемін бе ертеңге. Хайлайлым, хайлым, хайлайлым. Содан кейін Ақмарал апаммен тағы да бір 10 шақты рет айтыстым ау деймін. Каримамен де айтыстым. Малина дейтін айтыс. Малинаға бал қосып қайнатайық варенье дейтін айтыс қой. Каримамен айтыстарым сәтті шығады. Маржан апаларымыз бар. Енді айтыстағы көп ақын қыздардың бәрімен айтыстым десем болады. Жансаймен де айтыстым, Күмісай Сәрсенбаева апайымызбен бірнеше рет айтыстым. Сондай енді. Жалпы саны ешкімнің есінде жоқ шығар. Тіпті Айнұрмен қанша рет айтысқаным есімде жоқ. Бір 100-дің үстіне шығып кетпесе, одан кем емес шығар. Өркен Аят деген бауырыңыз бағана өзіңіз айтып кеткен әңгіменің шетін шығарды. Бұл енді бізде жоқ архивте. Оразалы ағамен 2 сағат айтысты Батыста деп еді. Сол айтысты қайдан көруге болады? Қойшығұл деген ағамыз бар, өнердің жанашыры. Сол кісі шақырып арнайы. Екеміз сол кезде не деген адалдық десейші, бірге ұшып бардық Алматыдан, бірге гостиницада жаттық, бірге тұрдық, бірге жүрдік, бірақ айтыста не айтатынымызды білмейміз да. Қойшығұл аға да бар шығар записі, бірақ ешқандай телевидение түсірген жоқ. Ол кісі өзі түсіріп алған, өзінің қорында, жеке қорында болса, соны көруге болады. Біздің арнада бар айтыстардың барлығын көрсетіп жатырмыз. Мен оразбен айтыстарым ешқайсысы жоқ екен, сақталмапты менде. Сандуғаш деген қарындасыңыз бір сұрақ қойыпты аға. Айтыстың сахнасынан бөлек қызықты бір оқиғасымен бөліссе дейді, есте қалды. Айтыстың сахнасынан бөлек баяғыда Айнұр екеуміз Африкаға дейін барып келдік. Қайда бармадық айтыспен. Қырғыз бен қазақтың айтысы ЮНЕСКО-ға енетін болып, кейін сертификаты келді. Сол сертификаттың келуіне себеп болып, біз Африканың Намибия деген мемлекетіне барып келгенбіз Айнұр екеуміз. Біз Намибияға Франкфурттан тікелей ұша алмайды екенбіз. Оңтүстік Африкаға барып, кейін тағы барып ары қарай ұшуымыз керек болды да. Бірақ екі мемлекетті аттағаннан кейін сол мемлекеттің визасын алу керек екен. Біз енді Қазақстаннан ұштық, Германия, одан кейін оңтүстік Африканың визасы керек деді. Біз ол оңтүстік Африкада тұрмаймыз, біз ары қарай Намибияға кетіп қаламыз керек. Сөйтіп бізді бүкіл жолаушылар ұшып кеткен кезде Айнұр екеуміз алып қалды аэропортта. Франкфурттың аэропортында екеуміз тіл білмейміз, ағылшынша білмейміз. Орысшамыз енді. Ол жерге түкке жарамай қалды орысшамыз. Сонымен екеуміз күтіп отырмыз, министерствоға звондап қойғанбыз, бізді ұшырмай қалды деп. Сөйтіп
енді бір терроризм деген бір әр жерде жарылыстар болып сөйтіп жатқан кез енді исламға деген мен сақалым бар, басымда тақия, Айнұр да сол кезде әншейінде ашық жүреді, сол кезде бір оранып сонымен аэропортта осылай отырдық, мен сумкамды алдым да, осындай бір жерге сумкамды қойып ары қарай дәретханаға кіріп кеткем. Сөйтсем ана камералардың бәрінде сақалды адам келіп қара сумка қойып кетті деп, жаңа аэропорттың бәрі шулап кеткен ғой. Айнұр музыка туалетке кіріп кеткен ғой. Бақымбек, қайдасың деп бүкіл кабинкалар тұрып жүрді. Шық. Не болды дейсің? Бол, ойбай, полиция келіп шық дейді. Сыртқа шықсам, шынымен жаңа мен сумкамды бүкіл әскер қоршап алған, бәрі шит киіп алған, қолдарында автомат, бірдеңе. Мен шығарып алды. Ананың ішінде не бар дейді. Ойбай, мен паспорт деді да маған, паспортымды бер деді. Паспортым ана сумкада деймін. Сумкаға барайын десем, мен жібермейді. Айнұрдың көзі төбесіне шығып кеткен, қорқып кеткен енді, анша полицияны көрмеген. Сөйтіп аэропортта бір шулатып, аналарға түсіндіріп, біз өнерпаздарымыз айтыспен ЮНЕСКО-ның үлкен жиналысына бара жатырмыз деп, Айнұрдың паспортын көрсетіп, бүйтіп, ана кісілерге тіліміз жеткенше түсіндіріп, одан кейін барып мен сумкамдан паспортымды алып көрсетіп, сумкамды ашып, ішінде қауіпті еш нәрсе жоқ екенін көрсеткеннен кейін ғана барып, оларға қатаң ескерту жазып, түсініктеме жаздырып, әйтеуір біраз қызық болған. Ең қызық сол ғой, сол Айнұрдың шошып кетіп, ерлердің туалетіне кіріп кетіп, әрбіресі тақылдатып, Бақымбек шық деп айғайлап жүрген кезде. ЮНЕСКО-ға кіру оңай емес дейсіз ғой. ЮНЕСКО-ға кіру үшін де біраз сынақтардан өтті. Айнұр әпкемізбен әрбір сапарыңыз осылай есте қалады екен. Қытайдың да баяғы барған сапарда айтыста айтып едіңіздер. Полицияның учаскесіне паспортымызды тексерген кезде келесі қалада айтыс болатын болып, сол қалаға тіркелу керек та жерде. Сөйтіп паспортымызды басқа қалаға алып кеткен, біз моншада түсіп жатқан жерімізден паспорт тексереді, паспортымыз жоқ болсын, бәріміз апарып полиция бөлімшесіне тығып қояды. Енді паспорты келгендерді шетінен шығарып жатыр. Басында кірген кезде бір осындай кішкентай бөлмеде 60 ба, 80 ба, 100 ба адам тұрдық. Қасымдағы адам нервничать етіп отыр. Мен сабыр, мұсылманға сабыр керек деп сөйтіп отырғанмын. Бір уақытта бәрінің паспорты келіп, бәрі шығып, ең соңында өзім жалғыз қалдым ба, бір 5-6 адам қалды. Үйі жоқ, күйі жоқ, қаңқып. Сол кезде сабыр қалды ма ол кезде? Сол кезде Айнұр айтады, сабыр деп отқан Бақымбек бір уақытта айғайлап, ұйымдастырушыға телефонмен ұрсып жатыр деп. Енді 1 сағат, 2 сағатта келеді деп ойлаған, 5-6 сағат отырып қалғаннан кейін алла паспортты әкелмегенге кішкене даусым көтеріліп кетсе ол керек. Өмірдегі орын алған оқиғалар өнердегі өнерпаздың да көңіліне әсер етіп жатады. Қайғы келсе де, басына қандай сынақ түсіп тұрса да, сахнада өнерпаз сынбауы керек. Іші алай-дүлей болып жатса да, ондай оқиғалар болған. Ұлықбек Есдәулетовтың, Серке Қожамқұловтың сомдаған рөлі туралы ерекше өлеңі бар. Серке әпендінің рөлін сомдаған кезде дейді, халық керемет ойнады деп риза болып тұрды, бірақ ұлы қайтыс болып еді сол күні деп аяқталады. Тілектес Мейрамовтың да осындай жағдай басынан өткен екен. Аманжол Әлтай ағамыздың осы бір басынан өткерген сынағы барлық қазақтың жүрегі езілген жағдай болды. Тіпті сол кезде Қарқаралыда үлкен айтысқа ағамыз қатысатын болып, жолға шығайын деп жатқан уақыт. Екеуміз айтысымыз керек еді ғой. Иә, міне сол айтысты мен телеарнадан сіздің айтысыңызды көргенде ерекше көңіліме сол хабарды естіп, есте қалған дүние. Сіз Айгүл әпкемізбен айтысыңыз орнына. Сондағы сіздің көңіл қос білдіргеніңізді тыңдасақ. Ойбай, мен есімде жоқ айтыс. Өмірден өтер кетер кім келсе де, батыр ақын патша мен құл келсе де, арқаның кербес сұлу аман жолы, ақын еді танитын кім көрсе де. Ағамның қамшысының сабысында, тіршілік тұрлаусыз ғой түрленсе де, жар болған ақмаралым аман жолға, жар болған қара шаштай жиреншеге, ақмарал жеңгешемнің арқасы еді, халқынан аман ағам сый көрседі. Ақынды тай бұрылдай баптаушы еді, бабы келген жүйрікке үйленседі. Жеңгемнің баптауы ғой аман жолға, айтыстан жип берсе де, үй берсе де. 3 қызының кенжесі опат болды, тәңірім ақ жол тайдай ұл берсе де.
Әкенің маңдайына қадалды ғой, баланың табанына кірген шеге бай. Аман жол мақтанатын серің еді, анық еді көмбеден көрінері. Қамшының сабы сынып сағысынды, әйтпесе жағы тынбас серің еді. Орта жолда ат өлген жолаушыдай, не деген өкінішті өмір еді. Ақындардың атынан көңіл айтам, естімеген мына жұрт не біледі. Бір атым Насыбайдан қалған көңіл, бір ауыз жылы сөзге семіреді. Алшақта қайғы жұтқан ағамды ойлап, ойымдағы сансаққа бөлінеді. Айтыспай ақтық сынға шықсам дағы, қабырғам сынбаса да сөгіледі. Одан да алтын жеңгем аман болып, аман жолдан жеңілгенім жеңіледі бай. Міне сол айтыста шынымен көрермендердің де көңілі босап, сіздің бір ауыз сөзіңізге бүкіл елдің атынан бір көңіл айтқандай әсерде болды. Торқалы той, топырақты өлім дейді ғой. Осы екі нәрсеге қатысты дәстүрлерімізге қой. Соның ішінде осы өлімге қатысты бірнеше дәстүрі бар қазақтың. Естірту дегені бар, көрісу деген нәрсе бар, жоқтау деген бар, көңіл қосайту деген бар. Осындай көптеген салт дәстүр бар. Осының бір айтыста осы дәстүрлердің бәрі көрініп тұру керек енді. Аманжол ағамыздың алған жары өте бір Алаштың ардақты аруларының бірі еді. Бүкіл ортада абыройлы жеңгеміз, біз өте қатты жақсы көретінбіз Ақмарал жеңешемізді. Қарқаралыға айтысқа барам деп жолға шыққан кезде Ақмарал жеңгеміз Асакарпның маңында жол апатына ұшырап қайтыс болды. Бұл бәрімізге оңай тиген жоқ расында да. Енді Алаштың алақанында отырған Аманжол еді ғой. Аманжолдың басына осындай қиын соққы келіп атқан кезде ол бүкіл Алаш бірге қайысты. Енді біз Қарқаралыға барған кезде Аманжол ағамыз, Балғынбек екеуміз неше жыл болды сахнада қатар жүргенімізге, бірақ әлі бір жақсы сыйласып, бір үлкен бір тарихта қалатындай бір жақсы айтыс жасайықшы. Осы Қарқаралыда сенімен айтысқым келеді деді. Мақұл деп екеуміз жұпталып, сол Аманжол ағамен айтысатын болдым. Сол өкінішке орай жаңағыдай оқиғаға тап болдық та. Енді Аманжолмен айтысам деп барып, Аманжол ағамдай жағдайға ұшырап атқаны біздің де жүрегімізді езді. Енді ол бір ауыз сөз айтпасам болмайтын болды, өйткені Аманжолды күтіп отқан халық бар, сол жерде айтысқа келеді деп. Халық бейхабар, оның баяғы қазіргі әлеуметтік желі емес, жариялап осындай жағдай болды дейтін. Естіп атқан жақындары, айтыскер қауымдар естігенмен, жалпы халық естіген жоқ. Баяғыда Меліспен айтысқан кезде Мелістің атасы да қайтыс болып атқан. Рысбай Қабдиев деген мықты күйші ағамыз еді. Өзімізге де көңіл айтылды, жездем қайтыс болып атты, басқа. Бірақ енді бұл жерде бір жай адам емес, Алаштың Аманжолы. Сізге ол қарсыласы ретінде сізге екі есе бір... Мен қарсыласы болуым керек. Енді мен білмеймін, есімде жоқ қазір ол айтыс. Мүлде есімде жоқ. Айгүл апаймен не деп айтысқаным есімде жоқ. Аманжол ағамен айтсам деп өзім жоспарлаған жоспарларым бар шығар, бірақ аяқ астынан былай өзгеріп кеткен кезде ішім алай-дүлей болды. Сол жерде отырып шыққан. Сізге де оңай болмаған. Менің сол кезде есімде, экраннан көрген кезде сіздің түріңізден білініп тұрғаны, қалай уайымға беріліп тұрғаныңыз. Өнеге болсын деп көрсетіп жатырмыз шынымен. Қазақтың үлкен дәстүрінің бірі ғой. Қазақ билерін айтсы ма, Жандарбекпен айтысатын бір ғой. Біздер деп бір әнге салдым ғой. Қазыдан да паңдармыз, біздер қажыға да барғанбыз. Оразды да осы қолмен көмгенбіз дейтін. Сол кезде де өзім толқып, шынайы шықты да, өзім айтамай қалдым, жағымда өксіп кетті қалып. Қазіргі жас ақындардың айтыстарын қарап жүресіз, қазы болып отырасыз. Менің бір байқағаным, сіздің айтыстағы жаңалығыңыз Бауыржан шоу деген секілді Балғынбек шоу. Талай хит әндерді айтыстың сахнасында шырқадыңыз. Қазіргі жас ақындар шыға салып бірден Балғынбек болып кеткісі келеді. Менің бір көңіліме қонбайтын. Өйткені айтысқа жаңа талаптанып, бір елге танымал әннің сөзін өзгертіп пародия салсам болды, халыққа сол керек деп. Ал бірақ
баяғы Балғынбек Имашевтың түйеден түскендей сөздері, түйдек шумақтарын өнеге етіп, соларды алдымен сондай ізденіспен айтысқа келу керек деп ойлаймын. Бір шумағыңыздың өзі баяғы 2004 жыл Афина Олимпиадасында Шишигина, Жировтар жүлде алғанмен, олар біздің емес қой жегжатымыз, артайып бір алтынды алмағанда көрден тұрып кетермеді бекзатымыз дейтін шумағыңыз. Тыңдарманның қадымғы денесін тітіркендіріп жіберетін шумақтар, міне осындай дүниелер. Енді сіздің жекпе-жек айтыстағы сол Сарамен айтысқан кезде Біржан Салдың әніне салып, одан кейін тағы да әнге салып айтатын айтысыңыз бар. Сол жекпе-жекке көз жүгіртейік. Бұл үйде Сара бар ма шықсын бері деп па? Иә. Бір жандай келгенім жоқ тіксін келі. Ұйқастары жаман бірақ. Сайланып сан айтысқа түскенсің көп, домбыра рухыңызға күш берсін деп, Жамбыл атам жасына жеткеніңше, қолыңыздан домбыраңыз түспесін тек ай. Керемет бір сыйлығын жасап келген, қайтайын сыбағасын асап төрден. Балдызым келістіріп мақтағанда, отыр ғой буындарым босап төрден. Жүрсіннің атасына рахым өп, тойымдай ақыл алталашқа жасап берген. Ән саламын осылай Республика сарайының ерекше аурасы, осы кездегі. Айтыс деген өзі шоу ғой, негізі қазір шоу қып жіберді дейді. Жоқ, бұрыннан шоу етін. Тәп-тәтті боп отырсың, тәбетті ашып, күймей піскен өзбектің тоқашындай сарағыз, ақылды қыздан ағыз. 8-ші керемет мен болғанда, Балғынбектің балдызы фотосындай сарағыз. Ей, сарағыз, қарағыз, ақылды қыздан ағыз. Жақын тартып барады, жекпе-жектен арамыз. Осы айтыста ән салуды жұрттар кейінгі біздер енгізген тәсіл деп ойлайды. Біздің алдымызда да ақындар көп мақам ауыстырады. Мақам ауыстырып отырудың өзі көрермендердің көңілін жалықтырмау. Мысалы, ұзақ жыр термей әлгі 3 күн 3 түн жырлапты деген кезде де мақамды 7 буынға, 11 буынға, басқа Әлқисса деп арасында әңгіме айтып, құйрығымен жорғалап неше түрлі жасайды ғой. Баяғы командалық айтыста да бар екен, қоғалайға салып қайым айтысқа Мұхтар Құралов, Ол бұрыннан бар. Ол енді қара, мысалы, Кенен Әзірбаевтың әндерін қарашы. Мен өзім әрі ақын әрі батыр, қайда отыр ақын қыздар бермен шақыр ой жайлау ай. Ысқырып айдақардай ақын келсе, мүдірмей қызыл тілім сайрада отыр ой жайлау. Айтыстың мақамы да ма? Айтысқан кезде айтқан. Болмаса жа олай жүріш көкшолақ, бұлай жүріш көкшолақ дегенде айтыстың мәтіні. Қыз едің, сен бір байдың, өтпей жүрген, келсе де 25-ке кетпей жүрген. Қазіргі жас ақындардың түсінбей жатқан нәрсесі келетті бір ән айта салады. Біз әнді мына әнді айтайыншы деп айтқан жоқпыз. Бұл жердегі әннің мәтіні жауап болып тұрса, онда ол айтыста ол дұрыс та. Тақырыпты ашып тұр, жауап болып тұр да. Ал ешқандай жауап емес, өзің үйден дайындап алып келіп, бір әннің сөзін ауыстырып пародия қылып айту, ол не мақсатпен айтылып жатыр, түсініксіз да. Сондықтан да жастар жағы ол шоу жасағанды ойлаған кезде басқа ақырынан келіп дайындалса дұрыс болатын еді деп ойлаймын. Айтыс деген үлкен бір сахналық қойылым, бұл үлкен бір спектакль сияқты нәрсе ғой, былайша айтқан кезде. Ол бір спектакль жазу үшін ол режиссер болады, бәленбай актер ойнайды, бүйтеді. Мына барлығы табан астында ойналып жатыр, табан астында болып жатқан спектакльді. Мысалы, мен Қабжалин мен Жадыраның айтысын ешқандай спектакльден кем көрмеймін да. Халықтың күліп домалап ана жақта бүйтіп аунап жатқанының өзі сол спектакльдің бір бөлшегі да. Я болмаса ақындарға әділетсіз баға көтерген кезде халықтың ішінде бір-бірімен дауласып, бір-бірімен төбелесіп, қазыларға қарсы өктем-өктем сөйлеп кетіп, ана жердегі эмоциялар Әзімбек ағамыз бен Айтақын ағамыз айтысынан кейін төбелес қатты болған ғой. Көп төбелес болды. Республика сарайында сол сияқты. Балғынбек аға, сіздің 2007 жылы Жүрсіннің жүйріктері атты концерттегі
Ринат екеулеріңіз орысша айтыстарыңыз талай адамға ой салды. Талай тіл білмейтін өзіміздің бауырларымызды осы айтысты көруіне, айтысқа көрермен болып келуіне себепші болған айтыс еді. Біздің арнамыздың архивінде бұл айтыста бар. Көреміз бе? Өнер деген ел ішінде бар емес пе? Осыны құлағына кім іледі? Кел біздер өңменінен өткізейік, өлеңді өрнегімен көп тізейік. Біздің байлар шала қазақ четтерінен біз оларға айтар ойды дөп тізейік. Сексеуілді сындырғандай сексеуілмен орысша айтып құлағына жеткізейік ай. На Рената я смотрю, типа ушлый. Ароматом он поет кипарисный. Меценаты не знают родной язык. Я вообще-то человек ненавистный. Русскоязычные казахи нас не знают. Дамбристы, мы же не гитаристы. Но пусть они не думают, а нам состязаться мы можем и по-русски. Президент сказал же казахский, русский, английский, 3 подружки. В прошлом веке акыны запевали, астыма мінген атым генадушки, я-е-е-е. Где наши меценаты, олигархи? Играют ли в казино они карты? Не хотят спонсировать искусство, разве что друг другу дали парты. Пугачева пригласив, будья, братан, казахских артистов обижал ты. Я не знаю, все можно для Галкина, а Волжасу поддержать мани жалки. Богатые корабли покупают, то ли денег до хрена, то ли панты. На Канары улетают, зачем же им ждать сезон от охоты до рыбалки? Ринатчан, даю то слово, скажи ты. Как ты этих богачей понимал ты, ай-яй-яй. Воу! Я их не понимал и не понимаю. Я, бедняк, только деньги занимаю. Олигархов нету денег для айтса, но Пугачева поет им баю-баю. Молодцы Сарсенов и Ермегияев. Долгих лет жизни им я желаю. Только для них на дамбре поиграю, остальных меценатов я не знаю. Ай. Постучалась в нашу дверь осень снова. Для зрителей сложил ты песен снова. Бәке, брат, за язык не переживай.
Я по-русски знаю 8 слова. Ты же знаешь Храпунова, наказали, и остальных накажем очень строго. Да наш язык хромает ненадолго. Он еще всех обойдет мимо города. Вот увидишь, запоет на казахском. Та же сама российская примадонна. Ну а если захочет наш Сарсенов, в Баханасе будет петь и Мадонна. Ты, наверное, про Мадонну гадал тихо, когда ехал с Семея до Талдыка. Хорошо ты ответил, молодчина. Я по-русски вопрос задал типа. Пусть казахский не знает Вася, ладно. Тут, конечно же, вина наша явно. Русскоязычных казахов очень жалко, ведь они наши братья, наша родня. Но надо помнить слова Гамзатова, цитатировать его очень модно. Если мой родной язык умрет завтра, всегда готов умереть я сегодня. На русском состязаться двойной нажив. Казах тілі не умер, больной, но жив. Давайте от болезни вылечимся. Эй, казах, он твой язык, он мой язык. Всех казахов на свете призываю знать, уважать и любить родной язык. Қазақ тіл баста мәңгі бағың тұрса, бетте ұят арың, ана тіл арың тұрса. Шала қазақ айтысты көрсе шіркін, тіл бұрап қиналмас ет жаным мұнша. Қазақша түсінбейді қайтеменді, 18 жыл айта сағым сынса. Тілім деп қақсамасым, көрер жарық таусылып жағым тынса. Қазақ тілі жетеді қияметке, ақындарға жар болып тәңір тұрса. Ринатжан, сен де аман бол, Алла жазса, Лондонда айтысамыз ағылшынша. Жетісу топырағыңнан мен бір уыс, жұтамын жұпар ауа мөлдір иіс. Аман бол қазақ елі, қазақ жері, өмір бақи өзің деп елжірейінші. Лондонға Ринатпенен барсақтағы, өзіңдей таба алмаспыз жерді пейіш. Ағылшынша айтсамыз деп қоямын, айтпақшы, do you speak English? Қайран мына өмірде бармақ ию, өлеңің берді бәке жанға жылу. Біз қалжыңдап айтқанмен ел алдында, керек қой мұның бәрін ойға жию. Екеумізде Лондонға барамыз ау, барғандай қаңбақшалмен тойға дию. Ей Балғынбек, yes I speak English деймін,
осы менен бай бейби I love you ай. Осы идея қайдан келді аға? Негізі бұл идеяның бәрін айтқан Оразалы Жүрсін аға. Басқа қырынан көрсетейікші аға. Біреу актер, біреу мықты пародист, біреу әнші, біреу композитор, біреу тағы бірдеңе саятшы, анау мынау, біреу акробатика жасауы мүмкін. Кезінде мысалы Балуан Шолақ, Иман Жүсіптер цирк ойындарында көрсеткен ғой неше түрлі халыққа. Шашу баятау. Иә, сол сияқты ақындар басқа қырынан көрсетіп, осындай бір концерт жасайық деген. Сол Оразалы марқұм дүниеден өтіп кеткеннен кейін барып жүзеге асты. Соның ішінде енді біз байқұс не енді бойымызда артық өнеріміз жоқ. Сол Ринат екеуің айтысасыңдар деді. Сосын Карима мен Жандарбек айтысатын болды. Карима мен Жандарбектің айтысы енді қыз бен жігіт айтысы бір жағынан ана мен баланың айтысы, жеңге мен қайынның айтысы деген сияқты әзіл форматында болатын түсінікті болды да. Ринат екеуміз не айтамыз деген мәселе келді. Ринат та пародияға өте мықты. Кез келген ақынды сала алады. Салғанда тура соның стилімен суырып салады да. Кез келген ақынды салады. Мысалы Қытайдан келген Қайрат деген ақынды сала ма? Соның мақамымен айтып отырып, тура Қайраттың стилінде суырып салады да. Басқа Әбілқайырды пародия жасайтын болса, Әбілқайырдың стилінде суырып салады. Яғни стилін сақтай отырып, тек дауыс мақам емес, жаңағы сөзін қолданғанда да тура сол Әбілқайырдың қолданатын сөздерін қолданып деген сияқты. Сол жағынан алып келген кезде бұл талант болды. Сосын не істейміз деп келген кезде бәрі дайын. Бірақ екеуміздің айтысымыз дайын емес та. Неше күн ойландық, шықпады. Сосын кейін Аламан деген айтыс жүріп жатқан сол кезде. Сол айтыстың басқаша бір форматын жасады. Оның жүргізушілері де халыққа ұсынылуы да басқаша болды, өзгеше болды. Біз соны пародиялаймыз деп шештік дағы. Айланып келген кезде ол да көңілімізден шықпады дағы. Не істейміз деп тұрған кезде біз өз бұрыннан мына менің шәкіртім бар, Асқат Ізлеу деген. Сол екеуміз орысша бір-бірімізбен SMS айтысатынбыз. Кейін ол басқа ақындарға тарады. Ринатпен де орысша SMS-пен айтысып қалдық. Басқа ақындармен де өзіңде агенттің кезінде өзіңде жазып. Сонда орысша өлең шығару. 4 жол ғой енді ол кезде. Сөйтіп жүрді, соны идея келді. Орысша айтсақ қалай болады? Қалай ол сахнада орысша ұйқастыру, ол оңай емес. Сосын кейін орыста ты, светы деп ауыстыра берді ғой, мечты деп соңғы буыны ұйқасса болды. Біздің айтыстың ерекшелігі сол 4 буын ба, қазақша дәл қара өлең ұйқасындағыдай 4 жолда 4 буыны да ұйқасатындай қылып шығардық. Енді ол кезде енді үйтіп сәтті шығып кетеді деп ойлаған жоқ. Біріншіден көрермен қалай қабылдайды деген уайым болды. Екіншіден тіліміз келмей сахнада масқара боламыз ба, одан кейін суырып салып айту орысша мүмкін емес деп бірнеше қиындықтар тұрды. Бірақ соның бәріне тәуекел етіп орысша айтыстық өте сәтті шықты. Әсіресе ана тура сол кезде президент үш тұғырлы тіл деген нәрсені айтып жатты. Сол кезде жаңағы казахский, русский, английский, три подружки деген кезде сол бәрі бір-бірімен жүйесін тауып кетті дағы. Тақырыпқа бізге меценаттарды берді дағы. Тіл мәселесін көтеріп жібердік. Өйткені тіл мәселесі бұған дейін айтыстың барлығында көтерілді. Бірақ тіл мәселесін біз тек қазақ тілінде көтердік қой. Біздің проблемамыз сол да. Қазақ тілі мәселесін қазақ тілінде көтеруге болмайды. Орыс тілді аудитория есту үшін оны орыс тілінде көтеру керек қазақ тілдің проблемасын. Кез келген амал ниетке байланысты дейді. Сол тілімізді көтеру мақсатында елдер айыптайды. Айтысты құртып жіберді, орысша кіргізіп жіберді, шұбарлады, анау мынау деп. Бірақ біздің мақсатымыз жастарды айтысқа тарту. Мен жаңа өзіңді айтып отырсың, 16 жыл болыпты. Мені тіпті басқа ұлттың өкілдері көшеде келіп маған амандасып жатады. Вы же айтыс, да, на Рината я смотрю деп бәрі өлеңімізді айтып жаңа. Басқа ұлт өкілдері де таниды да бір қызға. Соған себеп болған осы орысша айтыс. Тура сол жүрсінің жүйріктері деген айтыстан кейін біз Европада, Лондонда айтысуымыз керек болатын, бірақ Шенген визасындағылар Ұлыбританияға кіре алмайтын болғаннан кейін Европаның қазақтарының бәріне ыңғайлы болсын деп Парижде болды ол айтыс. Парижге сол 8 ақын ба, 10 ақын апарды. Соның ішінде боласыңдар дегеннен кейін біз Лондонда бұйырса ағылшынша айтсамыз деп аяқталады ғой айтыс. Бірақ кейін Парижде айтыстық. Французша айтысқан жоқпыз, қазақша айтыстық. Сол дүниежүзінің қазақтары деген кезде сол өзіміздің Алтайдан алып кеткен қазақтар ғой, бәрі тарыдай шашырап кезінде. Сол Европаның қазақтары келіп, жылап, сол жерде қазақтың әніне, күйіне, айтысын тамашалап сөйткен болатын. Сондықтан да бұл да бір үлкен айтыстың миссиясы деп ойлаймын.
Айтыстың өзі синкреттік өнер, орындаушылық, жыршылық, әртістік, актерлық, ақындық, әншілік, жыршылық деген сияқты көп бірнеше. Айтыстың өзі синкреттік өнер, орындаушылық, жыршылық, әртістік, актерлық, ақындық, әншілік, жыршылық деген сияқты көп бірнеше өнерді бойына қамтыған не болғаннан кейін кез келген ақынның ойында бірнеше өнер бар. Деген де қосылған. Ол енді шешендікке жататын шығар. Жүрсін аға айтысты өзі қолына алып басқарса талай-талай бір жаңалықтар болған шығар. Өйткені ол кісінің екі үлкен еңбегін осы кезде айта кеткім келеді. Жаңа орысша айтыстан шығып жатыр ғой. Біріншісі Мәскеуде өткізген айтысы. Бізді 70 жыл отарлап, бізді айдағанда көндіріп, айдауына жүргізген Ресейдің, Кремльдің дәл қасына барып, қазақтың төл өнері айтысы салтанат құрып жатқаны, былайша айтқан кезде символикалық жағынан да бір өте үлкен күшті нәрсе еді. Қазақтың тәуелсіздігі, кешегі өзінің отар болған ел, біз қайттан барып Москваны кім бауыржандар қорғаған сияқты бізде Мәскеудің түбіне барып қазақтың рухын паш етіп бір айтысқанымыз Москвадағы айтыс. Екіншісі Мәміре ән салды деген Парижге барып, сол жердегі бүкіл Европаның қазақтарын жинап, Францияда айтыс өткізу. Енді бұл тарихта алтын әріппен жазылатын екі айтыс осы Мәскеу мен Париждегі айтыстар шығар деп ойлаймын. Әрине, Стамбулда жасаймын деген ағамыздың қазіргі жоспары бар. Ертең басқа мемлекеттерде жасасақ, ол енді үлкен жаңалық болмайтын шығар деймін. Мысалы, Монғолияға барсақ та, Қытайға барсақ та, Қырғызстанға барып айтыс жасасақ та, Өзбекстанға барып айтыс жасасақ та, ол өзіміздің территорияда, өзіміздің ағайын туыс. Тіпті Түркияға барып жасасаң да, ол өзіміздің ағайын Туранның түбі бір түрік баласымыз. Бірақ мынау Ресей, өзіңді отарлаған Ресейдің астанасына барып айтыс жасау, я болмаса Европаның төріне барып айтыс жасау, енді Америкаға барып айтыс жасасақ та жарасады ғой. Шынымен Америкаға барып айтыс жасасақ дегеннен шығады аға. Шынымен ағылшынның бір айлыс дәрежесіне меңгерген, жеткен ақындарды я болмаса осы кезден ағылшынға үйретіп, сол елдің поэзиясымен таныстырып, өзіңіз секілді орысша өлең құраған секілді сондай дәрежеге жеткенде ертең ақшқа барып, осы қазақтың өнерін көрсетуге негізі ақылға қонымды дүние бұл. Мына Эва Мария Дебюссон деген бір зерттеуші магистр ма бір қыз жүрді бізді айтысты зерттеп. Москваға да әр айтысқа баратын. Соның жазған мақаласы бар. Егер дейді айтыс ағылшын тілінде болатын болса дейді, бүкіл дүние жүзін жаулайтын өнер түріне айланар еді деген бір ғылыми қорытындысы бар. Шында да ол ана батыл бірдеңе сірдеңе рэп дегендердің де соның несі ғой. Бірақ ол алдын ала дайындалып жатты. Егер қолма-қол аяға суырсап айтысатын, ағылшын тілінде айтысатын болса, қазақтық айшықпен тілі қолыңда домбыра, тілі ағылшынша, мазмұны қазақша болатын болса, әлем жаулайтын еді расында. Мен 2008 жылы Бұхар жырау Қалқаманұлының 340 жылдығына арналған Қарағанды өңірінде Ботағара елді мекенінде үлкен республикалық айтыс болды. Мен сол айтысты көру үшін Қызылордадан 8 оқитын баламын. Қасымда ешкім жоқ. Арнайы барып көрдім. Тілеген Әділовпен айтыстыңыз бірінші айналымда. Одан кейін Айтбай Жұмағұловпен айтыстыңыз. Сіздің сол көтермелеп Айтбай ағамыз сол айтыста алғаш мәшинесін алған айтыс түгін. Сонда Тілеген Әділовпен айтысыңызда айтасыз. Несіне Бұхар жоқ деп дабыр айтам, Бұхар деп ақындардың бәрін айтам. Солардың мұң мен зарын ескерер деп көзімді билік жаққа бадыр айтам. Сөзіне Бұхарлардың құлақ түрер, көзіме көрінбей тұр Абылай хан дейсіз. Мен айттым ба, мен сіз айтқансыз ғой. Сен 8 класстың оқушысы сол айтысқа келген. Есімде сен айтқан. Осы шумақты айтуыңызға не түрткі болды? Айтысты сондай бір үлкен саяси құрал деп есептеймін. Ақындар егер тыңдайтын құлақ болса, айтылмаған нәрсе жоқ. Ақындардың аузынан бүкіл халыққа қажетті осы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 30 жыл өтті ғой енді. Ішкі сыртқы саяси жағдайларға да басқа мәселеге байланысты, экономикаға байланысты барлық салада ақындардың көтермеген мәселесі жоқ. Бірақ ілгері кеңес өкіметінің артықшылығы сахнада мейлі жай ғана бір әзіл қалжың айтысының үстінде айтылған сын мәселе болса да, сол талқыланып, ертесіне жиналысқа салынып, сол бір шешімін тауып жататын. Қазір үлкен республикалық, халықаралық айтыс деп сахнаға шығып үлкен әңгіме айтылғанмен, ол әңгімеге құлақ асып жатқан ешкім жоқ та. Алматы ақшам газетінің де осы ашылуына осы айтыстағы бір ауыз сөз ғой себеп. Ол 90 жылдардың басында солай болды. Қазір былайша айтқан ғой, былай жел сөз сияқты болып қалды да. Әйелдердің бір асханада айтатын әңгімесі сияқты ғана қарайды да. Ақындардың айтыстың пәрмені кетіп қалды бұрынғыдай.
Енді бұл заманға да байланысты ма, бәлки ақындар өзіміз де кінәлі шығармыз. Әркім әртүрлі деңгейде де. Бірақ шынымен де біздің сондай үкіметтің идеологияның жоқтығы ма, жоқ айтысқа бір жеңіл қарай ма, бір әзіл қалжың жаңағы ойын сауық кеш сияқты қарай ма. Сол себепті баяғыда әкімдер келді. Мысалы жаңағы Қарасайдың айтысының өзінде Алматы облысының әкімі Заманбек ағамыз келіп айтысты тыңдап отыр. Ол сол жерде сол Зәкеңе қатысты, Алматы облысына қатысты басқа сын айтатын болса, ол кісі міндетті түрде соны шешетін еді. Бердібек Сапарбаев ағамыз да вице-министр болып тұрған кезде бір айтысқа келіп, қолынан блокнот түспей ақындардың айтқанын жазып отырды. Сондай бізге биліктің өкілдері жетіспей тұр ғой. Мына ақындар не айтып жатыр? Бұл ақын деген қоғамның барометрі секілді ғой. Біз қоғамның ішіндегі кез келген наразылық, кез келген халықтың ашуы, халық деген қайнап жатқан қазан, оның қақпағын ашып қоймасаң бұрқырап төгілуі мүмкін. Сол қазанның температурасын көрсетіп отырған ақын ғой. Ақынның аузымен, өлеңімен, оның эмоциямен айтса да, қалай айтса да, салмақты қылып айтса да, суық ақылмен айтса да, ол қоғамдағы болып жатқан нәрсені айтып жатыр да. Соны егер үкімет елеп ескеретін болса, сол ақындардың айтқанын ақ үкіметтік бағдарламаларға қосып бір бос жібермеген болатын болса, қазіргідей көп келеңсіздік жағдайлар болмас еді деп ойлаймын. Бекарыс ағамыз бен Аманжол ағамыз айтысқанда айтатыны бар ғой. Қалаңның қазақша аты қарағанды, қақпаға кірер кезде қараганда. Біреудің сын мініне төбемізді ойып жерде жазайтын ең, біреудің сын мініне қарағанда деп. Аманжол ағамыз айтады, содан кейін Камалти Мұхамеджанов телефонмен хабарласты дейді. Аманжол ағам, Бекарысқа айт, жазуды өзгертіп қойдық деп айтты дейді. Сонда айтыстан осындай айтысты көріп, содан нәтиже шығаратын биліктің өкілдері болса, бұл айтыстың да шынымен бағасын елдің алдында беделін арттыратын дүние деп ойлаймыз. Айтыста көп нәрселер шешілетін еді ғой. Баяғыда бір оралман қыздармен, қандас қыздарымызбен айтысып отырған кезде де, мына үйсіз күйсіз жүр деген кезде, сол жерде әкім үйін шешіп беріп, мәселелерді шешіп беріп, азаматтығын шешіп беріп деген сияқты. Жақсы. Бағдарламамызға келгеніңізге көп рахмет. Біраз қызықтарды да айтыстың сахнаның үстіндегі қызықтарды да, шетелге шыққан сапардағы қызықтарды да еске түсірген керемет бір бағдарлама бас қосу болды аға. Айтыс көрмейді ғой. Біздің бағдарламамыздың дәстүрі бойынша ақыннан бір шумақ өлең қолтаңба болсын. Біраз ақын қалдырып кеткен сияқты ғой. Иә. Бағынан бері бекер отырмай оқып отыру керек. Ел арна мен телеарна деген ұйқастырмаңыз. Бірден ескертіп қояйын. Қалғандарының бәрі. Бірінде елімдегі көп арнаның деп бастасың. Екі жақын осылай жазып кетті. Бір шумақ кімнің есінде деген хабарға. Қонақпен келелі боп кеңесіңде, өнердің биіктей бер белесінде. Бұл хабар біріктірсін қазағымның қарашасын, ханы мен төресінде. Хабарын хабар болғай әрбір саны қалатын мәңгі бақи елесінде. Жобаң сәтті болсын, Мейірбек. Қуанып жатырмыз осындай. Хабар өте сапалы ғой. Қаншама архивтағы дүниелерді қопарып, керемет дүние жасап жатсың. Осыған мүмкіндік жасап беріп отырған ел арна телеарнасына, оның басшылығына, оның осыған атсалысып жүріп, отымен күлмен шығып жүрген жаңағы қыздар мен жігіттерге және жүргізуші өзіңе алла жар болсын бауырым. Халықтың батасымен көгеріп, өсіп, өніп, өркендей бер. Сенің хабарыңа жиі келіп тұрайық. Соңғысы болмасын. Соңғысы болмасын. Сағындырмай келіңіз енді. Келесі аптада кездескенше аман сау болайық ағайын. Төл өнер төрден түспесін.